Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің әр салған видеома лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін таңғы асқа Израиль асханасына шакшука дайындаймыз. Өте әдемі және тойымды таңғы ас. Бізге қажетті жұмыртқа, болгар бұрышы, пияз және сарымсақ. Пиязды ұсақтап турап алып, табамызға аз ғана май құйып, орташа отта қуырамыз. Одан кейін болгар бұрышында ұсақтап турап аламыз. Содан соң сарымсақ пен қызанақты теркадан өткізіп аламыз. Қызанақтың қабығын алып тастаймыз. Пияздың үстіне болгар бұрышын қосып 6-7 минуттай қуырамыз. Одан кейін үккіштен өткен сарымсақ пен қызанақты салып араластырамыз. Үстіне тұз, бұрышын, паприкасын салып, одан кейін жұмыртқаны салып, 1 минуттан кейін пешті сөндіреміз. Бетін жауып қоямыз. Міне өте дәмді таңғы ас дайын болды. Бізге ас болсын. Сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыра отырыңыз.